Саламатсыздар ма, құрметті менің оқырмандарым. Бүгіннен бастап осы Алматы кітап баспасы 6 сыныптың барлық есептерін шешіп, барлығына программалар құрып үйренетін боламыз. Барлығының шешімін табатын боламыз. Жалпы, егер осы есептердің программасы сіздерге қызық болса, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаймыз және лайк басып кетуді ұмытпаймыз. Тек қана 6 сынып емес, 10 сыныпқа дейінгі барлық тапсырмаларды бірге орындаймыз. Олай болса, бүгін 6 сыныптың тапсырмаларынан бастап көрейік. Мына жерде бір тапсырма берілген. А, Б, С бүтін сандары берілген. Осы сандардың қосындысы мен көбейтіндісінің соңғы цифрларының қосындысын экранға шығар дейді. Әуелі бұны біз математикада қалай шешеміз, соны қарастырайық. Кез келген программаны құру үшін бірінші математикасын өзіміз шеше алуымыз керек. Математикасын шеше алмасақ, біз компьютерге мына программаны құр, мына программаны былай жалпы шығарып бер деп ешқашан айта алмаймыз, компьютерге түсіндіре алмаймыз. Сондықтан өзіміз шеше алуымыз керек. Бұл жерде 9, 4, 2 саны берілген, үшеуінің көбейтіндісі 72 шығып жатыр, қосындысы 15 шығады. Осы 15 пен 72, 72-дегі 2-ні, 15-дегі 5 соңғы цифрларының қосындысын табуымыз керек. Оны қалай жасаймыз? Бізде соңғы цифрларын тауып алу үшін бізде бар 72-ні пайызбен 10-ға бөлсек 2 шығады. Пайыз дегеніміз санға бөлгендегі қалдығын анықтайды. 72-ні 10-ға бөлсек бізде 2 қалдық шығады. 2-ні алып алдық. 15-ті 10-ға бөлсек бізде 5 қалдық шығады. Қалдықты алып алдық. Яғни осы екеуін қоса салсақ, нәтиже бізде шығады екен. Енді осыны Pythonда жазып көрейік. Кеттік. Осы 3 сан берілген А, Б, С. Осы 3 санды біз бір қатарда енгізуді қолданайық. Тең map and input. Бізде бүтін сан берілген, сондықтан бүтін int деп алдық. Енді осы 3 санның бірінші қосындысын тауып алуымыз керек. Қандай да бір К-ға үшеуін қос деп айтайық. К бізде үшеуінің қосындысына тең, ал қандай да бір айнымалы L бізде үшеуінің көбейтіндісіне тең екен. А, Б, С. Үшеуінің көбейтіндісіне тең. Енді осы үшеуін қосып алып, біз не істеуіміз керек еді? Пайызбен 10-ға бөлуіміз керек еді. Бірден осы жерде қосындысын енді бөл 10-ға деп айта салайық. Бірден бізде ең соңғы жалпы цифрысын ала қояды. Міне пайызбен 10-ға бөлді. Енді осы жерге print осы екеуінен шыққандардың қосындысын тауып бере ғой деп айта саламыз. К-ға L-ді қосып, осыны нәтижеге маған шығарып бере деп айтамыз. Бізде берілген сандар қандай еді? Бізде берілген сандар 9, 4, 2 болатын. Көрейік. 7 шықты. 72-дегі 2-ні, 15-дегі 5-ті алып 7 шықты. Тек қана бұлай емес, кез келген санды бере аламыз. Мысалға 12, 4, 6 деп беріп көрейік. Білмеймін қанша шығады. 10 шығады екен. 12-ні 4-ке қоссақ бізде 16, білмеймін қанша шығады. Жалпы 10 шығып тұр, дұрыс шығып тұр. Біз оны тексеріп көрдік. Енді келесі тапсырманы қарастырып көрейік. Айдын, Санжар және Асқар үшеуі балық аулауға барды. Балалар сәйкесінше саны КЛМ болатын балықтар аулады. Достар аулаған балықтарын тең бөліп алса, оларға неше балықтан тиеді дейді. Міне, достар бізде жалпы үшеуі қосқанда 26 балық аулаған. Осы 26-ны балықты үшеуі теңдей қанша балықтан бөліп алды және қаншауы артылып қалды. Осыны анықтау үшін осы берілген 26-ны былай бүтін бөлікке 3 балаға бөлетін болсақ, бізде 8 деген бүтін бөлігі шығады. Яғни 26-ны 3-ке бөлсек 8 бүтін бөлік шығады. Ал 26-ны пайызбен 3-ке бөлсек, яғни қалдығы қанша шығады десек, 2 балық артылып қалады деп шығады. Яғни осы бүтін бөлігін және қалдығын анықтау арқылы осы тапсырманы шығара алады екенбіз. Бізде берілген АБС емес, КЛМ берілген. Осыны ауыстыра қояйық. КЛМ берілген. Енді осы жерде бізге табу керек ең бірінші пиға осы үшеуін қосып алайық. К-ны қос, L-ді қос, M-ді қос деп айтайық. Енді принтқа бірден шығара аламыз. Осы P-ны бөлгенде 3-кені шығар және P-ны бөлгенде 3-ке шығарып бер
деп айтуға болады. Бұл жерде әрине тырнақшаның ішінде жазуға болады. Я, осынша балықтан бөліп алды балдар. Балықтан бөліп алды. Ал қалдығы, бізде қалған қалдығы осы қалды деп те жазуға болады. Әрине әдемелеп жазуға болады, бірақ қазір уақытта алмай қалды. Осынша балық қалды, осынша балық деп жалпы жаза қояйық. Енді көрейік. Міне, бізде балдар аулады 2, 9 және 4 балық аулаған еді. Я, 5 балықтан бөліп алды, қалды 0 балық. Ешқандай балық артылып қалмады дейді. Өйткені міне 11, 11-ге 5-ті қоссақ, 4-ті қоссақ 15, 15-ті 3-ке бөлсек 5 балықтан не тиеді екен. Я, кез келген жалпы санды алып, біз қанша балықтан тиеді балдарға анықтай алады екенбіз. 4 балықтан тиді, 0 балық қалды дейді жалпы. Міне, осылайша осы есепті шығара алады екенбіз. Келесі тапсырма, мына өте оңай тапсырма, қарамаймыз, мына бір тапсырманы көрейік. Ұзындық L миллиметрде берілген. Берілген ұзындықты километр, метр, сантиметр және миллиметрде өрнектейтін программа жаз дейді. Мына жерде мына берілген 1,12,552 деген бізде миллиметрде беріліп тұр. Я, осының қанша бөлігі километр, қанша бөлігі метр, қанша бөлігі сантиметр және қанша бөлігі миллиметр екенін анықтауымыз керек. Оны анықтау үшін, километр екенін анықтау үшін 1 километрде бізде қанша миллиметр бар, осыны білуіміз керек. Ол бізде миллион миллиметр бар екен 1 километрде. Миллион миллиметр бар. Ал 1 метрде бізде қанша миллиметр бар? 1 метрде бізде 1000 миллиметр бар екен. Ал 1 сантиметрде бізде 1 сантиметрде бар 10 миллиметр бар екен. Я, осыны анықтай отырып, енді 1 километр қайдан шығады? Осы берілген мына санды біз А деп алайық. Мысалы, енді осы бізге берілген 1,12,552 санын А саны деп алатын болсақ, осы жердегі километр, 1 километр екенін дәл осылай табу үшін, осы Аны бөлеміз миллионға. Миллионға бөлеміз, сол кезде бізде 1 шығады. Я, 1 бүтін шығады. Ал енді осы 1-ді алып алдық, 1-ден қалған бөлігін алу үшін, енді осы Аны бөлеміз миллионға. Миллионға бөлсек, бізде шығады қалған 12,552 деген бөлігі қалдық болып шығады екен. Енді осы 12,552-ден 12-ні алу үшін, осы 12,552-ні не істейміз? 1000-ға бөлеміз. 1000-ға бөлеміз. Енді қалған 12,000-ді алып тастап, 552-ні қалдыру үшін, оны пайызбен 1000-ға бөлеміз. Я, енді 55-ті алып алдық, қалған 2-ні алу үшін, осы қалған 55-ті 552-ні 10-ға бөледі екенбіз. 10 сантиметрге бөлсек, бізде 2 қалады. Дәл осы әрекетті біз қазір пайдында жасап көрейік. Бізде берілгені бір ғана сан берілген, осы санды енгізіп алайық. Ол бүтін сан. Input. Түсінікті болу үшін мына жерге n тең деп жазып кетейік. Енді осыны ең бірінші бізде тауып алу керек километрді. Километріміз тең n бөлінген миллионға алды. Километр осы жерде 1 километр деп шығады. Ал енді бізге табу керек, енді нені метр табу керек. Метрді табу үшін осы n-ді бірінші пайызбен миллионға бөліп аламыз. Миллионға бөліп аламыз. Тура айтқандағыдай жаңағы, одан кейін барып 1000-ға бөлсек, бізде метр шығады. Енді сантиметрді тауып алу үшін осы n-ді бірінші пайызбен миллионға бөлеміз. Миллионға бөлеміз. 4, 5, 6. И пайызбен бөлеміз. 1000-ға бөлеміз. И бөлеміз 10-ға. Бізде не шығады? Сантиметр шығады. Енді миллиметрді тауып алу үшін, осы берілген n-ді біз пайызбен 10-ға бірден бөле салсақ, бізге жеткілікті, бізде шығады екен. Енді осының барлығын принтке шығарайық, нәтижеге принт. Әдемі бұл түсінікті болып шығу үшін километр деймізді, үтір қойымызды тырнақшаның ішінде километр. И метр, и тырнақшаның ішінде метр. Тырнақшаның ішіндегілер
дегендер бізде жалпы осынша метр, осынша километр деп қасында шығу үшін керек. Ана м дегендер бізде айнымалы болып тұр. Сантиметр и тырнақшаның ішінде сантиметр. Миллиметр и тырнақшаның ішінде миллиметр. Көрейік. Міне, бізде берілді. Бізде берілген дәл сол санды бірінші жазып көрейік. 1,12,552 деген беріліп еді. 1 километр, 12 метр, 55 сантиметр, 2 миллиметр деп дәл біз ойлағандай шықты. Тек қана бұл сан емес, мысалға миллионға жетпейтін, осындай сан беретін болсақ, бұл жерде бізде миллионға жетпейді, сондықтан 0 километр, 47 метр, 56 сантиметр деп осылай да шығарып береді екен. Келесі тапсырманы қарастырайық. Келесі тапсырма екі таңбалы санның цифрларының қосындысы мен көбейтіндісін табатын программа құр дейді. Екі таңбалы бізде 89 деген сан берілген. Осы 89 санның цифрларын екі таңбасын бөлек-бөлек етіп бөліп алуымыз керек. Оны жасау үшін осы 89-ды бірінші 10-ға бөлсек, 89-ды 10-ға бөлсек, бүтін бөлігі бізде 8 шығады. Ал енді 89-ды пайызбен, яғни 89-ды бөлді, қалдығын шығарып бер дейтін болсақ, онда бізде 9 деген қалдық шығады. Не екеуін бөліп алдық, енді екеуін қосып көбейте берсек болады. Бізде дәл осылай екі таңбалы бір ғана сан берілген, осыны енді бөлейік. Бірінші несін алып алайық. Пипір деп аласылайық. Пипір. Тең тек осы n бөлінген 10-ға. Бірінші таңбасын алып алдық. Ал енді P2-міз ол екінші таңбасы. Осы n бөлінген 10-ға. Екі таңбасын алып алдық. Енді екеуін қоса берсек болады. Сразу принтке шығарасасақ болады. Қайта-қайта жазып жүрмей. Принтке жазайық. P1 қосу P2. P1 қосылған P2 и тағда шығарып бер маған P1 көбейтілген P2-ні шығарып бер. Бірден бізде көбейтіндісін және қосындысын шығарып береді. Түсіндірме сөздер жазбай қояйық. Мысалға бізде екі таңбалы сан. Мысалы 34 берілсін. 34 екеуінің қосындысы 7, көбейтіндісі 12. Кез келген тек қана екі таңбалы сан ғана бере аламыз. Өйткені есептің өзінің шартында екі таңбалы сан деп жазған. Басқа таңбалы сан берілсек, бізде есебіміз дұрыс шықпайды. Дұрыс шықпайды, дұрыс шыққан жоқ жалпы есеп. Енді келесі тапсырма. Келесі тапсырма үш таңбалы санның цифрларының қосындысы мен көбейтіндісін табатын программа құрастыр дейді. Енді бізде үш таңбалы сан берілген. Үш таңбалы санның үш таңбасын да бірінші алып алуымыз керек. Мысалға 896 берілген. 896-ның 6-ны бөліп алу үшін біз не істейміз? Оны 10-ға бөлсек, 6 қалдық шығады. Өйткені 800 10-ға бөлінеді, 90 10-ға бөлінеді, 6 10-ға бөлінбейді. Енді келесі 9-ды алып алу үшін осы 896-ны бірінші бөлеміз 10-ға. 10-ға бөлсек, бізде 89 деген бүтін бөлік шығады. Енді сол 89-ды 10-ға бөлсек, бізде 9 деген қалдық шығады екен. Енді 8-ді бөліп алу үшін осы 896-ны бірден 100-ге бөле қоямыз. Ол бізде 8 деген бүтін бөлігін шығарып береді. Енді осы үшеуін қосып көбейте берсек болады. Дәл осы жерде осылай жазып шығайық. Осылай P1 бола берсін. Бізде бірінші таңбасын алу үшін 100-ге бөлдік. Енді соңғы таңбасын алу үшін енді 10-ға бөлдік. Міне соңғы таңбасын алып алдық. Енді ортасындағы P3-ті анықтау үшін, ортасындағы таңбаны алу үшін біз енді бірінші 10-ға бөлдік, одан кейін тағы да 10-ға бөлдік. Енді үшеуінің несі қосындысы және бізге көбейтіндісі керек па, білмеймін. Көбейтіндісін де жалпы таба салайық. Міне қосылған, көбейтілген P3 деп аласылайық. Міне үшеуінің көбейтіндісі және қосындысы шығады. Мысалға 345 деген берілсе, үшеуінің қосындысы 12, көбейтіндісі 60 дейді. Кез келген үш таңбалы санды біз бере алады екенбіз. Жалпы міне 6-шы сыныптың бірнеше есебін шығарып көрдік. Жалпы келесі бөлімдерде басқа да есептерді, осы 6-шы сыныптың барлық есептерін қарастыратын боламыз. Арнаға міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. 10-шы сыныпқа шейін барлық есептерді шығарамыз. Тек Python емес, SQL, HTML, қандай жалпы информатикада бізде тақырыптар бар. Барлық тақырыптарды бірге қарастыратын боламыз.